Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дәрумендердің пайдасы. Сабағымыздың оқу мақсаты мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу. Ең бірінші, проблемалық сұрақ дегеніміз не? Проблемалық сұрақ танымдық әрекетке тарту мақсатында қойылатын сұрақ. Ол белгілі бір мәселені көтеріп, сол мәселені талқылауды, мәселе төңірегінде өзіндік ой пікір айтуды талап етеді. Адамның ойлау қабілетін арттыруға, пайымдауға, өз бетінше ізденуге жетелейді. Проблемалық сұрақтар пікірталас тудырып, белгілі бір мәселе төңірегінде зерттеу жүргізуді, мәселенің шешімін табуды көздейді. Біз бүгін проблемалық сұрақтың бірнеше түрімен таныс боламыз. Бірінші, нақтылау немесе анықтаушы сұрақтар, оқығаныңды түсініп, объектілерді салыстыру сұрақтары. Оған былай сұрақ қоюға болады балалар. Менің қателесуім мүмкін, бірақ сіз солай дедіңіз ғой, деп нақтылау немесе анықтаушы сұрақ қоюға болады. Екінші, тәжірибелік сұрақтар, зерттеуге негізделген қорытынды шығару сұрақтары. Егер сіз кейіпкердің орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Деген сұрақ қоя отырып, тәжірибелік сұрақ қоюға болады. Үшінші, талдау сұрақтары, түрлі пікірлер мен әрекет себептерін түсіну сұрақтары. Талдау сұрақтарына неге, не үшін деген сұрақтар қойылады. Төртінші, шығармашылық сұрақтар, тұжырымдама, болжам элементтері бар сұрақтар. Қалай ойлайсыз? Оқиға ары қарай қалай өрбуі мүмкін? Деген сұрақ қою арқылы біз сөйлеуші адамға шығармашылық сұрақ қоямыз. Бесінші, бағалаушы сұрақтар, алған ақпаратқа баға беріп, өмірмен байланыстыра отырып, пікір білдіру сұрақтары. Мысалы, бір кейіпкер екінші кейіпкерден несімен ерекшеленеді? Мінекей балалар, проблемалық сұрақтың 5 түрімен танысып, және қандай сұрақ қою керек екендігімен танысып болдық. Енді тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма. Сілтемені басып, дәрумендердің пайдасы туралы видеоны көріңіз. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсініп, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажыратыңыз. Бұл тапсырма бойынша сіздердің игеретіндеріңіз видеоны көріп тыңдайсыздар, түсінесіздер. Негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді анықтайсыздар. Қорапша әдісін пайдалана отырып, дәрумендерге қатысты фактіні іріктейсіздер. Көзқарасты ажыратасыздар. Бұл бірінші тапсырманың дескрипторы. Екінші тапсырма. Балалар, сіздерге дәрумендер туралы мәтін берілген. Мәтінді жақсылап оқып шығамыз. Оқып болғаннан кейін сөзілгек әдісі бойынша проблемалық сұрақтар құрастырамыз. Екінші тапсырма бойынша сіздердің игеретіндеріңіз мәтінді түсініп оқисыздар, мәтіндегі негізгі ойды анықтайсыздар, сөзілгек әдісін қолдана отырып, проблемалық сұрақты құрастырасыздар. Бұл екінші тапсырманың дескрипторы. Балалар, бүгінгі сабақта біз проблемалық сұрақтың түрлерімен таныстық, негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктедік, қорапша әдісін қолдана отырып, дәрумендерге қатысты фактіні таптық, көзқарасты ажыраттық.
мәтіндегі негізгі ойды анықтадық. Сөзілгек әдісін қолдана отырып, проблемалық сұрақтарды құрастырдық. Балалар, бірінші және екінші тапсырманы орындап, мұғалімдеріңізге кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.